Балалар, бұл не зат? Менің қолымдағы. Кітапты біз қайдан? Кітап неден жасалады? Қағаз. Қағаздан жасалады. Қағазы біз қайдан аламыз? Ағаш. Ағаштан аламыз. Жарайды, жақсы балалар. Біздің алдымызда екі түрлі стақан ыдыстар тұрды. Бірі қандай стақан? Әйнек. Әйнек әрі мөлдір шыны ыдысты. Екіншісі қағаз стақан. Енді алдымызда тұрған ойыншықты алып стақандарға салайық. Енді көтерейікші стақанымызды жоғарыға. Сонда ішіндегі ойыншық көріне ме? Иә. Көрініп тұр. Ал екінші стақанға алып салайық ойыншығымызды. Көріне ме сыртынан? Иә. Жоқ. Сыртынан көріне ме? Жоқ. Көрінбейді екен. Жарайсыңдар. Енді ойыншығымызды орнымызға қояйық. Маған мына қағаз стақанды алып алайын да, сендердің алдыңа. Енді алдымызда екі қағаз тұр. Ұстап қарайық қағазымызды. Зерттейік те. Бір көтерейік қағазымызды. Қайсы жұмсақ, қайсы қатты? Қатты. Қайсы? Қатты да, біреуі қатты. Енді сіздерге қазір алдарыңызға тағы да бір стақан қойып беремін. Біз осы қағаздардың қасиеттерін зерттейміз да, қағаздың қасиетін. Балалар, алдымызда қасықты алайық. Бір стақанға салайық қасықты. Енді сүрткіш қағазымызды алайық. Сүрткіш қағазымызды саламыз екінші стақанға. Суға салыңдар. Енді балалар қараңдар. Мына қасық салған стақанда суымыз өзгерді ме? Жоқ. Өзгермеді. Сол қалпында қалды ма? Иә. Сол қалпында қалды. Ал енді сүрткіш салған қағазымыз өзгерді ме? Иә. Өзгерді ме? Иә. Неліктен өзгерді? Сары. Сары түске сүрткішіміз сары болғандықтан сары болды. Бірақ қағаз деген суды жеңді ме? Жоқ. Суды ішінде не істеді қағаз деген? Суырып алды. Иә, әрі не істеді? Еріп қалды. Еріп кетті да? Иә. Сонда біздің суды қағаз не істейді? Жеңе алмайды екен да? Егер де мен сыртқа шығып, күн жаңбыр жауса, қағаздан қол шатыр жасап, сыртқа шығып, мен жаңбырдан қорғана аламын ба қол шатырмен? Қағаз қол шатырмен. Неліктен қорғана алмаймын? Өйткені ол еріп кетеді. Еріп кетеді. Қағазбен суды не істейміз? Қорғай алмаймыз, да? Иә. Жақсы, рахмет.